барлықтары саламатсыздар ма? Құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар, Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасына сәйкес Шу ауданы әкімдігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қатты тұрмыстық қалдықтар полигонына қоршаған ортаға шығарылатын эмиссия нормативтерінің жобасы, қалдықтар басқару басқармалары, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары, әсер етуге экологиялық рұқсат алуға арналған құжаттардың материалдары бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдаулар өткізуде. Қоғам ақпарат Магнолия облыстық газетіне және Жамбыл телеарнасына берілген хабарландырулар арқылы жеткізілді. Сондай-ақ хабарландырулар тақталарында және Жамбыл облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының интернет ресурсында орналастырылды. Қоғамдық тыңдауларға жергілікті атқару органдарының өкілдері мен мүдделі жұртшылық қатысуда. Осы жиын бойынша хатшы тыңдауға қатысушылардың арасынан ашық дауыс беру арқылы хатшыны сайлауға ұсынамын. Хатшы ретінде келесі кандидаттар ұсынылады. Казэкопромстрой жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшысы Амжекулов Алмас Момынханұлы. Қалай қарайсыздар? Қолдайсыздар ма? Дауыс беріп қолдап өтейік. Сөз осы кісіге беріледі. Саламатсыздар ма? Шу ауданына Ескі Шу ауылдық округінің Еңбекші ауылының тұрғындары, мына өзім таныстырсам, Казэкопромстрой ЖС-ның директоры Амжекулов Алмас. Біз осы жаңағы Шу ауданының тұрғын үй шаруашылық жолаушылар және көлік автомобиль жолдар бөлімінің тапсырысы бойынша қатты қалдықтарға рұқсат алып жатыр. 2026-дан бастап 2035 жылға. Сол бойынша жоба әзірлеп жатырмыз. Полигонға келетін болсақ, полигонымыз ауылдан 1114 метр жерде орналасқан, және оның қысқаша сипаттамалары болса, ұйымдастырылған жұмыстар бойынша. Ұйымдастырылған қатты қалдық тұрмыстық қалдықтар үйісінде келесі жұмыс түрлері орындалу керек. Қатты тұрмыстық қалдықтарды шығару бойынша жұмыстар орындау, және оны қабылдау, сақтау және одан әрі оқшаулау. Ұйымдастырылған қатты тұрмыстық қалдықтардың үйіндісі экологиялық құрылымдар кешеніне қамтамасыз етілген және қатты тұрмыстық қалдықтарды сақтауға көмілуге арналған. Қатты тұрмыстық қалдықтардың ұйымдастырылған үйіндісі атмосфераның, топырақтың, жер асты, жер үсті суларының ластанудан қорғауды қамтамасыз етеді. Және де кеміргіштердің, жәндіктердің ауру қоздырғыштарды болдырмауын, таралмауын болдырмайды. Ұйымдастырылған қатты тұрмыстық қалдықтар үйіндісі қатты тұрмыстық қалдықтарды нығыздап көму арқылы жүзеге асады. Бұл құрылымның бірлігіне қалдықтың жүктемесін арттырады. Жерді үнемді пайдалануды қамтамасыз етеді. Қатты қалдықтар полигонына ықтимал ететін әсерлер. Қатты қалдықтар полигонында барлығы 9 ауаны ластауыш көздері бар. Оның ішінде бірі ұйымдастырылған, 8 ұйымдастырылмаған көздер орналасқан. Ластауыш заттардың шығындары 13 миллионнан тұрады. Нормативті шартты шығындар жобасына сәйкес жалпы шығындар жылына 5,5769 тоннаны құрайды. Оның ішінде қатты заттары 2,3280 тонна, газ тәрізді сұйық заттар 3,2487 құрайды. Және әр жылға методика бойынша есептелген 26 жылға 5,5769, 27 жылға 5,6699, 28 жылға 5,7658, 29 жылға 5,8644, 30 жылға 5,9661, 31 жылға 6,0708, 32 жылға 6,1786, 33 жылға 6,2897, 34 жылға 6,4041, 35 жылға 6,5220. Және қатты қалдықтар бойынша 26 жылға 417,56,
27-ге 430-дан 9, 28-ге 442-де 99, 29-жылға 4556, 456-да 28, 30-жылға 469-да 97, 31-ге 487-ден 17, 32-ге 498-де 29, 33-ге 5013-де 55, 34-ге 5028-де 96, 35-ге 5044-де 83. Және осы қоршаған орталар бойынша іс жоспарлары бірінші қоршаған ортаны әсер ету мониторинг жүргізу, көшеттер отырғызу және оларға күтім жасау арқылы абаттандыру және көгалдандыру, жабдықтар және көлік жөндеу кезінде жанар-жағармай төгілуін болдырмау, экологиялық ағарту және насихаттау, экологиялық басылымдарға жазылу, табиғатты қорғау акцияларына қатысу, жарыстар ұйымдастыру, сенбіліктер өткізу бойынша және де құрал-жабдықтардың, көлік құралдарының және басқа жабдықтардың жөндеу кезінде жағармай, басқа да май түрлерінің жерге төгілуінің алдын алу. Жоба бойынша сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызды қойып жіберсеңіздер. Неге мал қойылып тасталмайтын шығар ма, өзге мал? Жоқ, малды ол басқа жақта, ол жаңағы өзінің Жеке орны бар ма? Ол мал тастайтын арнайы бір не жасалады. Құдай қаласа нұрекеңмен жобасын жасап ұсынып қойғанбыз. Биотехникалық шұңқыр деген болады. Өзі тастап, өзі ана кислотамен ерітіп жіберетін. Бұрын бізде негізі бар болатын, бірақ ана Жашапқан үстінде болады. Жаңа жолмен екі ортада. Екі алты сол жерде болады. Кейін ана жердің иесі тура Жашапқаны көтерілмейді. Оң жақта бар ғой. Дарып жегіп жүрген. Сол жақта болатын. Кейін ана жердің иесі бәрін жапқызып тастайды аха. Екі ауылдың күнде өткен анаққа. Мал тастайды аха, иісі шығады. Келешекте ауылға сондай аха енді орнатылады мемлекеттен ақша бөлінсе. Строй материалдары болады. Ол мал бөлекше тастайды, ол өзінше бөлек болады. Көшеден атылған иттерді, өліп қалған қой анау болса жаңағы бар, сондай тастайды. Бәрін сойып апарып тастайды ғой. Иә, бұл негізі дұрыс емес ол аға. Бұл дұрыс емес. Үйлерін бұзған кісілердің фундаменті бәрі жатыр. Біз шамамен өртейміз, өртейтін нәрселер. киім-кешектер дәптерлер дейді бәрі. Өрнетін нәрсе болса Өртейміз, Жоқ, өртеуге рұқсат жоқ, ол экологиялық Шығады ғой Мен сол салғырыз бірінде тұрам, жаздың ана өлік келген кезде есіктерді ашу мүмкін емес. Ол ұсыныстарымызды хаттамада тіркейміз. ЖКХ-ға ұсыныс ретінде қоямыз. Басқа сұрақтарыңыз жоқ болса? 2026 жылға арналған қоршаған орта комиссияларға экологиялық рұқсат алу бойынша жобалық құжаттамаға қатысты ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдаулар өтті деп есептеймін. Баяндамаңызға рахмет. Қоғамдық тыңдаулардың нәтижесі бойынша хаттама жасалып, ол қоршаған орта мен табиғи ресурстардың жай-күйі жөніндегі ұлттық деректер базасы платформасына орналастырылатын болады. Бұл осымен жиналыс бітті. Назарларыңызға рахмет. Назарларыңызға рахмет. Уақыттарыңызды бөліп жақсы сау болыңыздар. Сізге рахмет.